Құрметті оқырмандар мен көрермендер, АСИ қаржылық компаниясы және отбасы мен жастарды қолдау қорына Нұр Сұлтан қаласының полиция департаменті Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 190 бап 3 бөлімі бойынша сотқа дейінгі тергеу жүргізілуде. Салған салымшылардың саны көбейіп, өтініштерін білдіріп, бақ өкілдеріне New Times, Тенгриньюс, Информбюро 31 телеарнасына сұхбаттарын бере кеткен. Ақпараттарымызды ұсына отырып, АСИ компаниясы және отбасы мен жастарды қолдау қорының осы күнге дейін құрылтайшысы, сонымен қатар ұйымдастырушысы болып келген Гүлнар Байымбетова мен Гүлбану Сәпидің әлеуметтік желілер арқылы халықтың сенімін арттыру үшін атқарған жұмыстарын көрсете кеткен. Ассоциация Қазақстан әйелдерінің басшысы Гүлнар Байымбетова мен Гүлбану Сәпи өздерінің Facebook желілерінде отбасы мен жастарды қолдау қорына бұқаралық ақпарат құралдарында азаматтарға құқықтық ақпараттандыру мен түсіндіру жұмысы ойдағыдай жүргізгені үшін Нұр Сұлтан қаласының ішкі істер департаментінің бірінші орынбасары Майлыбаев Бақытжан ұсынған департамент тарапынан мадақтама берілген туралы ақпаратты салған. Әлеуметтік желідегі Майлыбаев Бақытжанмен суретке түсу, мадақтама қағазын алу өкінішке орай бұл ақпаратта ел сенімін арттыратын көрініс екенін көріп отырмыз. Бір жыл бойы заңсыз жұмыстарын атқарып келген АСИ компаниясы мен отбасы мен жастарды қолдау қорына қалай ғана Нұр Сұлтан қаласының ішкі істер департаменті мадақтама қағазын ұсынған. Бұл компания ешкімге күдік тудырмағаны ма? Әлде таныс тамырдың арқасында алынған мадақтама қағазы ма? Гүлнар Байымбетова Ассоциация Қазақстан әйелдерінің атын жамылауы отбасы мен жастарды қолдау компаниясының заңсыз банктік қызметін атқара отырып, әлеуметтік желідегі ақпараттарды жаңғыртқан. Ауыл әйелдерінің форумында Гүлбану Сәпи тұрақты дамыту мақсаты 2030 Салтанат Рахимбекова басқарған компаниямен серіктестікке келісіп шартқа отырған. Келісім шарт туралы материалды ұсынып отырмын. Бұл да бір азаматтардың сенімін арттыру үшін жасалған келісім шарт болар. Ауыл әйелдерінің форумында Гүлбану Сәпи депутат Нұртай Сәбиләновпен сөйлесіп тұрғаны туралы суретке түскендерін Facebook желісіне салып бөліскен. Гүлнар Байымбетова мен Гүлбану Сәпи екеуінің осы компанияның жұмысын алға арттыру үшін бар күштерін сала отырып, атақты лауазымдағы азаматтарымызбен кездесіп, суретке түскендері туралы суреттерді Facebook желілерінде орналастырған. Ұйымдастырушыларымыз отбасы мен жастарды қолдау қоры туралы презентацияларын бірнеше қалаларда Нұр Отан партиясында өткізіп келген. Қалалық әкімдікке рахметімді айтқым келеді деп Гүлнар Байымбетова жаза кеткен. Қалалық әкімдіктен Гүлнар Байымбетоваға жолданған хатты да көре кетіңіздер. Осы әкімдіктің хаты да көпшіліктің күмәнін туғызып отыр. Шынымен де бұл әкімдіктің хаты Гүлнар Байымбетованы құттықтағаны ма? Бұл хатты прокуратура тарапынан тексеріп баға беру жөн болар. Осы хатқа сеніп қаражаттарын құйған азаматтарымыз да бар. Гүлнар Байымбетова мен Гүлбану Сәпи, Айгүл Соловьева, Рахым Ошақбаев, Салтанат Рахимбекова, Нұртай Сәбиләнов пен тағы да басқа көптеген атақты күнде теледидарға шығып жүрген ел танитын азаматтармен суретке түскендері әлеуметтік желілерде таратылған. Суреттегі лауазымды азаматтар Гүлнар Байымбетова мен Гүлбану Сәпиге қолдау көрсеткен бекен. Бір жыл бойы заңсыз банктік қызметтерін атқарып отырғанына қарағанда, миллиондаған қаржы көздерін қорықпай елді алдаумен жұмыстарын атқарып келген. Миллиондаған қаржыны айналдырса да, мемлекеттің қорына салық түспей, жеке қалталарына кетіп отырғанына көзімізді жеткіздік. Қаржы министріне айтқым келіп отырғаны, осы компанияның заңсыз банктік қызметін атқара отырып, заңсыз халыққа берілген үй, пәтер, көлік, техника кепілдікке алып отырғаны, заңсыз 715 азаматтық кодекспен жұмыстарын атқарғаны, мемлекет алдында салық төлемеу туралы дәлелденген ақпараттардың барлығын Нұр Сұлтан қалалық экономикалық тергеу департаментіне 3 тамыз күні ұсынғанбыз. Бақ өкілдеріне беріліп кеткен ақпараттардың 70 миллионға жуық қаражаттарын ала алмай жүрген азаматтарымыз ішкі істер департаментіне жазған. Одан бөлек Нұр Сұлтан қаласының экономикалық тергеу департаментіне 70 миллион теңгені құрайтын салымшылардың арызы түскен. Осыған орай бүгінгі күнге арызданушылардың сомасы 150 миллионнан асып тұр. Нұр Сұлтан қаласының экономикалық тергеу департаментінің
мамандары әлеуметтік желілер арқылы заңсыз жұмыс жасап жатқан қаржы компаниялары туралы ақпараттарды алдын ала тексеру, қадағалау шараларын жүргізбейтіндігін дәлелдеп отыр. Осыған орай азаматтарымыздың мемлекеттік мекемелерге сенімсіздігін тудырып отырғанын да көріп келеміз. 2 ай бұрын қабылдаған арыздарды қалалық экономикалық тергеу департаменті осы күнге дейін ешқандай шешім қабылдай алмай отырғанын көрсете кетті. Тергеу экономикалық департаментінде сауатсыз мамандар отырғаны ма, әлде Гүлбану Сәпи айта кеткендей ешкімнен қорықпайтынын білдіре кеткен. Осыған орай отбасы мен жастарды қолдау компаниясымен байланыстары бар ма екен? 1 жылдан астам IC компаниясымен отбасы мен жастарды қолдау қоры заңсыз банктік қызметтерін атқара отырып, ең төменгі 3,7% несиелеп отырғанын ешкімді күдіктендірмегеніне таң қалуға болады. Қазақстан Республикасы бойынша мемлекеттің қолдауымен ең төмен пайызбен тек тұрғын үй жинақ банкісі ғана несие берілетіні туралы ақпаратты әкімдіктің қызметкері Пұсырманов, Ассоциация Қазақстан әйелдерінің басшысы, сонымен қатар басқа да лауазымдағы азаматтарымыздың барлығы білетін болар. Құрметті қаржы министрі, заңсыз жұмысын атқарып отырған отбасы мен жастарды қолдау компаниясын қатаң қадағалауға алуыңызды мемлекет басшысының жолдауының орындалуын сұраймын. Гүлнар Байымбетова мен Гүлбану Сәпидің әлеуметтік желілердегі ақпараттарды көрген салымшылар еш күдіктенбей қаражаттарын сала берген.